Үйің жоқ болса өлуге де болмайды. Бүгінде пәтер иелері жалдап тұратын біреу қайтыс болса, жаназасын үйінен шығаруға қарсы болып жатыр. Мәйітті 1-2 күн жатқызып, жуындырып, кебіндеп, бар парыз кифаясын орындап барып жерлеуге рұқсат бермейтін болған. Марқұмның ағайыны амалсыз мешіттен шығарып жерлейді. Ал онда сағат сайын бір мұсылман соңғы сапарға аттанып жатқандықтан кейде мәйіттер шатасып кетеді екен. Басында қос-қостан пәтері барлар жалға беріп пайда табады. Олар ұлы дала квартиранттарын жақсы көреді, тірі кезінде. Ал кейбірі үйіне өзі кіргізген клиенті қайтыс болса, мәйіттің баспанасында сәл ғана кідіруіне қарсы. Қазір Астана қаласында 2 пәтерді жалға беріп отырмын. Жуырда менің үйімді жалға алатын ер адам қайтыс болып кетіп, осы менің үйімде оның мәйітін шығарғылар келді. Бірақ мен осы жағдайға қарсы болдым. Сол өлік шыққан үйде мысалы жылайды, жаны қалып қояды, елесі қалып қояды. Сол, пожалуйста, сол мешітке барсын, сол жақтан шығарып салсын. Гаухар Өтеуленова тура осындай оқиғаның куәсі болған. Алматыда пәтер жалдап тұратын балаларының қолынан ауылға қайтып келіпті. Сонда пәтер жоқтарға өлуге де болмай ма деп назалы. Біз 2-ші подъезде тұрдық, олар 1-ші подъезде тұрды. Менен 2 жас үлкен кісі қайтыс болды. Ол кісі енді үйі жоқ. Квартираны жалдап тұрғанда квартираны. Үйінде ұстауға, үйіне кіргізуге рұқсат берген жоқ. Сол палаткеде жуындырып, сөйерден шығарды даладан. Дала болғанда үйінің де қасы емес 20 метр, 25 метр далада. Өліктің ақшасы керек. Сонда өлік керек емес па? Ақшасын жеді ғой енді сол квартиранттың егесі. Энергопрактик Жанар Қарашашева адам жан тапсырған пәтерде жағымсыз энергия қалады дейді. Безусловно, остается, как и у всех. Әрине, кез келген адамның рухы 40 күнге дейін сол пәтерде болады. Пәтерің өзіңдікі ме, өзіңдікі емес пе, оған қарамайды. Сіз пәтерді жалға бердіңіз, ал онда адам қандай жағдайда, қалай қайтыс болғанын білмейсіз. Адамның бұл дүниеде бітпеген істері болса, реніші болса, қиналып, азапталып қайтыс болса, сол күйі қалып қою мүмкін. Айна ашық қалса да рух қалып қояды. Кейін ол сол пәтерде тұратындарға ұйқы бермеу мүмкін. Беймәлім күштерді сезіп білетін, оларды тазалаумен айналысатын маман пікірін дін өкілдері мүлде құптамайды. Марқұмға ол қашанда ол құрмет көрсетілу керек. Ешқандай аруақ қалмайды ғой жерде, ол қалмайды ғой. Ол мысалы адам қайтыс болғаннан кейін оның рухы міндетті түрде өзімен бірге қабірге кетеді. Имамдар қайтыс болған жаннан шошып пәтерден шығарып тастау дұрыс емес деген пікір айтты. Осындайда мешіт жанынан ашылған салттық қызмет көрсету орындарының бары қуантады. Өз үйінен ақтық сапарға шығарып сала алмаған марқұмды мешітке әкеледі. Бұл жерде керек жарақтың бәрі бар. Имамдардың рұқсатымен бұл бөлме бос тұрғаннан кейін ғана кірдік. Мәйітхана осы мынадай тоңазытқышта марқұмның денесі жаназасы шығарылғанға дейін сақталады, және мына жерде жуындырып, шайындырып, мешіттің алдында жаназасын шығарып, имамдар барлық көмекті көрсетеді. Қамқор шарапат бөлімінің мамандары бұл ретте үлкен қызмет атқарып отыр екен. Әсіресе қалалы жерде бұл қызметке сұраныс артып отыр. Қатты қадағаламаса мәйіттердің ауысып кетуі де мүмкін екен. Былтыр мұндай оқиға Қарағандыда болды. Біздің әкейдің ағасы дүние салған болатынды. Сонда ол кісінің жаңағы мешітте түнеді. Таңертеңінде ерте алып кетіп, жаңағы біздің ата қонысқа жерлеу үшін ерте алып кетті. Алтының кезінде жаназасын сол жерден шығарды да. Ертеңінде басқа кісілер өздерінің туысқандарын жерлеуге барса, сонда бізге шатыстырып жүрген екен. Біздің ақсақалды алып қалғанда, ана кісілердің туысқандарын бізге беріп жүрді. Сондай жағдай болған. Біздің тарапта оны апарып жаңағы жерлеу рәсімін өткізіп, жерлеп қойдық. Содан кейін қайтадан ол кісілер келіп, жаңағы қазып қайтадан алып мәйіттерін орнына апарып біздің ақсақалды жерлеген жағдай болған. Марқұмды ақтық сапарға арулап шығарып салу міндет. Тіріні де, өліні де сыйлай білу қажет ақ. Ақбөпе Тәңірберген, Мейірбек Абдрахманов, Еуразия бірінші арнасы.